Сәлем, құрметті оқушылар. Менің есімім Гүлжан Әлжан, математика пәнінің мұғалімімін. Арнайы сендер үшін Назарбаев мектебіне дайындалып жатқан оқушылар үшін мәтінмен қалай жұмыс жасау керек? Мәтінді жылдам әрі мағынасын түсініп, астында берілген сұрақтарды 100% орындау үшін қандай жұмыстар жасау керек? Сол туралы мен арнайы сіздер үшін сабақ түсіндім. Ол осы YouTube каналында болатын болады. Аптасына 2 рет шығады, сөйтіп 4 апта 8 сабақта тұрады. Бұл сабақтарда не айтылады? Мәтінді қалай тез оқу керек, соның жолдарын, техникаларын үйретемін. Бірақ практикасы олар уже сіздерге қалады. Практиканы оны өздерің жасайсыңдар. Практиканы жасамай нәтиже болмайды. Білімді аласыңдар, практика жасамасаңдар, оның ешқандай нәтижесі жоқ. Оларда ондай нәрсені білмей жүре берген жақсы. Сол үшін алған үйренген нәрселеріңді жасау керек, практика жасау керек. Егер де өзім практика жасай алмаймын, сізбен бірге дайындалғым келеді, немесе ары қарай жылдам оқуымды өзім үшін дамытқым келеді дейтін болсаңыздар, маған жекеме хабарласыңыздар, мен сіздерге толық ақпарат беретін боламын. Енді мынандай сұрақ туындауларыңыз мүмкін. Өзім математиксің, жылдам оқуға не қатысым бар деген сияқты. Жылдам оқу деген арнайы математик бола ма, филолог бола ма, тағы да басқа бола ма, пенсионер бола ма, білмеймін, тағы да кім, жер қазушы бола ма, бәрі оған қатысы жоқ. Қалай спортты, қалай теннисті үйренуге болады? Настольный теннисті үйренуге болады ғой, яғни өзінің ұстазы болады, тренер үйретеді. Дәл солай сияқты жылдам оқуды да дәл солай үйренуге болады. Тренермен бірге немесе өзің таяқ жеп, құлатып, әжеуір өзіңде үйренуге болады. Ең оңай жолы әрине тренермен үйренген. Ол да жылдам оқу да бір машық. Яғни қаншалықты көбірек дайындалсаң, соншалықты нәтиже жақсы болады. Олай болса, бүгінгі сабақ кіріспеді, бірінші сабақта кездескенше сау болыңдар.